Армысыздар достар, бүгінгі тақырып бәсекелестік. Мысалы, базарда сіздерге бір сатушы өзінің картопын мақтап, басқа сатушының картопын нашар дейді. Міне осы, менің ойымша бәсекелестік. Ал егер бәсекелестіктің ғылыми анықтамасын беретін болсақ, ол кәсіпорындар арасындағы өндірістің әлдеқайда тиімді шарттары мен тауар өтімділігі үшін талас. Жалпы бәсекелестік сатып алушының әмияны үшін күрес. Бәсекелестік қатынастар нарықтық экономиканың барлық субъекттерінің арасында орын алады. Үй шаруашылығы, фирмалар мен үкімет. Бұл қатынастар экономиканың негізгі салаларын қамтиды. Өндіріс, бөлу, айырбастау мен тұтыну. Бәсекелестіктің негізгі мәні тұрақты ізденіспен қоса сатушы мен сатып алушыға жақсы ұсыныстар жасауда жатыр. Бәсекелестікке қабілетті болу, өз бәсекелестерін тиімді ұсыныстармен басып озу. Бәсеке ол нарықтық экономиканың өзегі, ең басты оның категорияларының бірі бәсекесіз нарықтық экономиканың жұмыс істеуі мүмкін емес. Бәсекелестік сатушылар мен сатып алушылар арасында да жүреді. Сатушылар арасындағы бәсекелестік тауар ұсынысы оған деген сұраныстан көп болған жағдайда орын алады. Кейде сатушы өз тауарын сату үшін оның бағасын түсіріп жатады. Ал бұл тауар өндірісінің төмендеуіне әкеп соғуы мүмкін. Ал егер керісінше болса, яғни ұсыныстан сұраныс көп болған кезде бәсекелестік сатып алушылар арасында пайда болады. Әркім жетіспейтін тауарға бәсекелес ұсынысынан гөрі жоғары баға ұсынуға тырысады. Осылайша баға көтеріледі де тауар өндірісінің артуына алып келеді. Нарықта әркім өз пайдасын көздейді. Бәсекелестік күресінде жеңу үшін кәсіпкерлер тауар шығыны мен бағасын түсіреді, ал сапасын арттырады. Заманауи нарық жүйесінде бәсекелестіктің негізгі 6 қызметін бөліп көрсетуге болады. Бәсекенің функциялары реттеушілік функциясы, аллокациялық функциясы, бейімделгіштік функциясы, бөлушілік функциялары, сонымен қоса бақылаушылық функциясы бар. Реттеуіш қызметінің мәні ұсыныстың сұранысқа сәйкес келуі. Басқаша айтқанда, ешкімге қажеті жоқ нәрсені өндіргеннен пайда жоқ. Аллокациялық функция дегеніміз өндіріс факторларын неғұрлым тиімді жоғары табыс әкелетін орындарда орналастыру болып табылады. Бәсекелестіктің инновациялық қызметіне сай, нарық ғылыми техникалық дамудан қалыс қалмауы тиіс. Олай болмаған жағдайда, озық ойлайтын бәсекелесіңіз барлық тұтынушыларыңызды өзіне тартып алады. Өндірістік факторларды. Мысалы, Қазақстанның егер алатын солтүстік облыстарын алатын болсақ, ол астық өндірісіне бейімделген, өйткені одан астық өндірісінен өте жоғары табыс алынады, өйткені оның өнімділігі соған лайықталған орта. Ал енді оңтүстік облыстарды алатын болсақ, ол жеміс-жидек, тағы басқа өнімдерді өндіруге қолайлы орта. Сондықтан өндіріс факторларын сондай жерлерде орналастырады, жеріне байланысты. Ал бақылаушы қызметі нарық агенттерінің бір-бірінің үстінен монополистік диктат орнатуына мүмкіндік бермейді. Өкінішке орай бәсекелестіктің жағымсыз жағы да бар. Мысалы, бұл нарықтық экономикада сұрапыл қатынас пен тұрақсыздыққа алып келеді. Бәсекенің бейімделгіш функциясы ол кәсіпорынның ішкі және сыртқы жағдайларына бейімделіп, сол кәсіпорынның тиімді жұмыс істеуіне мүмкіндік беретін функция. Кәсіпкерлік қасиеті жоқ адамдар арасында бәсекелестік бола алмайды. Жалпы бәсекелестік ұлы өнертапқыштар мен кәсіпкерлер тәрбиелеп шығаратын ерекше әдіс. Бұл қасиет тиімділікті арттырып, әдеттерді өзгертеді, жан-жақты болуға баулиды. Бұл ерекшеліктер бәсекелестік жоқ жерде жетілмейді. Кәсіпорынның мысалы сыртқы жағдайлары, мысалы табиғи орта. Кез келген кәсіпорын егер табиғи ресурстармен, шикізатпен, сол елдің кәдімгі табиғи ресурстары шикізатпен қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін болса, ол неғұрлым тиімді регистреді. Ал көбінде дамыған елдердің ең бір қажеттілігі оларға шикізат ресурстары жетпейді, сондықтан олар бүкіл дүниежүзінің шикізат ресурстарына алуға мүдделі. Мұна энергия көздерін, шикізаттарды соған деген әлемдік нарықта өте қатты бәсеке жүріп жатыр. Бәсекелестіктің екі негізгі формасы бар: сала ішіндегі және сала аралық. Біріншісі, бір саладағы өндірушілер арасындағы бәсекелестік, сала аралық болса, әртүрлі сала өндірушілер арасындағы бәсекелестік. Бәсекелестік экономикалық шектеулі ресурстарда
ең тиімді пайдалануға жол ашады. Өйткені экономикадағы ресурстар шектеулі, еңбек ресурстары, шикізат ресурстары шектеулі болғандықтан бәріне жете бермегендіктен оны тек қана ең тиімді пайдаланатын өнімдерді ең тиімді шығаратын кәсіпорындарға беріледі сол. Жетілген және жетілдірілмеген бәсекелестік түрлері де болады. Жетілген немесе еркін бәсекелестік дегеніміз не? Бұл ең бірінші бәсекеге қатысушылар санының шектеусіз болуы. Нарыққа еркін қолжетімділік, яғни кез келген адам кәсіпкерлікпен айналысуға құқылы. Сала аралық бәсеке көбінде егер алатын болсақ, өңдеуші салалар мен өндіруші салалардың арасындағы бәсекені айтуға болады. Бұл бәсеке мысалы сол салаларға инвестиция тарту кезінде байқалады. Оның тағы бір белгісі, әрбір бәсекеге қатысушы ұсыныстар мен сұраныстар және баға туралы толық ақпарат алады. Бұл дұрыс шешім қабылдауға мүмкіндік береді. Мысалы, сіз көршіңіздік сияқты көлік немесе кәсіпорын акцияларын сатып алғыңыз келеді делік. Ал сол акцияларды алу үшін сіз алдымен қай кәсіпорынның акциялары сізге жоғары кіріс алып келетінін анықтауыңыз керек. Еркін бәсекелестіктің тағы бір белгісі ол материалдық еңбек және қаржы және тағы басқа ресурстардың мобильділігі, яғни оның жылжымалылығы. Енді жетілдірілмеген бәсекелестік туралы айтамыз. Мұндай бәсекелестіктің негізгі белгілері таза монополия, монополистік бәсекелестік және олигополия. Абсолютті монополия жақын алмастырушы жоқ товарды өндіретін жалғыз фирма. Еркін бәсекелестік ережелеріне сәйкес кез келген қатысушы басқа қатысушылардың шешім қабылдау процесіне әсер ете алмайды. Олигополияның негізгі ерекшелігі бәсекеге қатысушылар санының аздығы. Бұл тауарлар мен қызметтердің белгілі бір нарығында аздаған фирманың өзгелерден басым болуы. Осы аз мөлшердегі фирмалар баға орнату мен нарық бөлімі бойынша монополистік келісімге отыра алады. Бәсекелестік әдістер бойынша баға бәсекелестік және бағадан тыс бәсекелестік болып екіге бөлінеді. Баға бәсекелестігі дегеніміз бәсекелестермен салыстырғанда тауарларды төменірек бағамен сатуға бағытталады. Бәсекенің әртүрлі түрлері болды. Еркін бәсеке, монополистік бәсеке, олигополия, осындай түрлері болады. Ол егер мысалы монополияның өзі, ол сол нарықта өндіруші және сатушы кәсіпорын бір-ақ кәсіпорын болады. Немесе сатып алушы кәсіпорын сондай бір үлкен жалғыз кәсіпорын. Ал енді монополистік бәсеке, ол көбінде мына экономиканың тағы да дамыған кезеңінде ірі кәсіпорындар пайда болады. Мысалы, әлемдік нарықта трансұлттық корпорациялар, трансұлттық үлкен банктер келеді. Олар солардың арасындағы бәсеке, ол монополистік бәсеке. Бағадан тыс бәсекелестік жоғары сапалы, сенімділік көрсеткіші жоғары және қызмет ету уақыты ұзақ болатын тауарларды еркін таңдау шеңберінде ұсынуға негізделеді. Соңғы кездері бәсекелестік күресінде фирманың репутациясы мен танымалдылығы аса маңызды көрсеткіштер қатарына енген. Бұл күресте сондай-ақ сауда белгілері мен фирмалары негізгі құралға айналған. Өркениетті нарықта бағаның төмендеуі не өндіріс шығындарының қысқару арқылы, не таза пайданың төмендеуі арқылы алынады, келеді. Мысалы, ұсақ және орташа фирмалар белгілі бір нарықта тұрып қалу үшін, соларды жұмыс істеу үшін, ол өзінің жаңағы таза пайдасының төмендеуіне дейін келіседі. Сөйтіп бар бағаның төмендеуіне келеді. Ал енді ірі монополиялар, ірі кәсіпорындар сол нарықтан өзінің бәсекелестерін ығыстырып шығару үшін бағаны төменгі деңгейге дейін ең монополды ұстап өзінің құнынан төмендетіп барып, сол нарықтан өзінің бәсекелестерін ығыстырып шығарып, содан кейін барып жоғары монопольды баға тағайындап өзінің шығындарын орнын толтырады. Пайдаланып отырған әдістер бойынша бәсекелестік адал және әділетсіз болып екіге бөлінеді. Адал бәсекелестік нарықтық қатынас кезінде барлық субъекттер қызметіне бірдей жағдай жасалған кезде ғана орын алады.
адал бәсекенің негізгі әдістеріне өнім сапасын көтеру, бағалар соғысы, сонымен қатар өнімді өндіргеннен кейін оған қызмет көрсетуді дамыту, ғылыми техникалық прогрестің жаңалықтары, жетістіктері негізінде жаңа тауарлар жасау, бұл адал бәсекенің негізгі әдістері. Жоғарыда атап өткеніміздей, әділетсіз бәсекелестікте өмір сүреді. Бұл жағдайда бәсекелестік тәртібі мен талаптары бұзылады. Әдетте тауар өз құнынан төмен сатылатын демпингтік бағаларда байқалады. Адал емес бәсеке ол көбінде өтірік ақпарат пен жалған жарнама тарату арқылы, сонымен қоса бәсекелестің тауарларын көшірмелеу арқылы, содан кейін ғылыми техникалық шпионаж жүргізу арқылы жүргізіледі. Байқаймын, біреулер сағаттарына қайта қарай бастады. Сондықтан сабағымызды қорытындылайық. Нарықтық жүйеде бәсекелестіктің негізгі мазмұны бұл тұтынушылар мен солардың сұранысын өтеуге деген талас. Тауардың арзандығы мен сапасына байланысты нарықта өз үлесін алуға деген күрес. Шағын және орта кәсіп үлесі мен антимонопольді саясат ұлғаюына байланысты бәсекелестіктің маңызы да артып келеді. Бүгінге осы достар, 7-ші сабақта жолыққанша сау болыңыздар.